Сәлеметсіздер ме кино сүйер қауым? Бүгінгі айтатын киномыз Демон внутри. Көп сөйлемей, бір ғана факт айтамын. Бұл киноны Стивен Кингтің өзі 2016 жылдың ең қорқынышты фильмі деп есептеген. Ал енді обзорға көшсек. Грентон, Вирджиния, қарапайым ақ түсті үйде арнайы ақ киім киген адамдар жүр. Бұл үйде 3 мүрде және оған қосымша жертөледе тағы бір қыздың өлігі табылған. Ол неге көмілгені бізге жасырын. Қазірше полицейлер үй иелері әдейі көмген деп болжам айтады. Егер байқаған болсаңыз, бүкіл оқиғалар осы қыз мүрдесінің айналасында өрбігелі тұр. Кейінгі кадр үй жертөлесінен салынған моргқа ауысады. Мұнда әкесі мен баласы судмедэксперт болып жұмыс істейді. Олар қазір бір мүрденің үстінде жұмыс істеуде. Әкесі баласына қалай өлген деп ойлайсың деп сұрақ қояды. Ал баласы өзінің теориясын айтады. Оның жауабы дұрыс болмай шығады. У всех есть тайны, но у некоторых они спрятаны слишком глубоко. А кое-кто умеет их откапывать. Ты молодец. Опыт еще придет. Жұмыс күні аяқталды. Жігіт қызымен кездесуге аттануға дайындалып жатты. Ал әкесі лампаны түртеді, киініп сыртқа шығып темекі шегеді. Ал баласы мүрдені тоңазытқышқа салады. Алғашқы қорқынышты оқиға осында орын алады. Бұл жай ғана мысық болып шығады, бірақ тағы да түсініксіз дыбыстар шығады. Господи боже! А ты трусишка! Осы жерде өзім қалай қорқып кеткенімді айта алмаймын бар ғой. Қыз моргқа қарай жүреді. Жігітінен бір мүрдені көрсетуді сұрайды қызығушылықпен. Ал жігіт бұған көне қоймайды. Қыз шошып қалуы мүмкін еді. Осы кезде әкесі келіп қалады. Что ж, выбирай. Жігіт бірінші боксты ашады. Ол қызға ұнамай кейінгісін ашуды сұрайды. Онда беті мыжылып кеткен аяғында қоңырауы бар адам жатыр еді. Кейбір адамдар клиникалық өлімде жатқан болуы мүмкін. Олар оянып кетуі де мүмкін. Мұндай оқиғалар көп кездесетін. Бұл қоңырау адам тірі болса бірден байқау үшін еді. Осы жерде телефон қолынан түсіп кетіп етші. Ё-майо. В общем, жігіт қыздың үстінен күліп кино көруге кетіп бара жатты. Я на твое посмотрю, когда тебе сегодня не обломится. Эй, погоди, стой. Даже если я куплю тебе попкорна и кислых конфет? Олар лифтпен көтерілмек болып тұрғанда полицейлер келіп ауыр тапсырма береді. Мүрденің неден бөлгенін таңға дейін анықтау керек. Бұл қыздың атын Джейн Доун деп таныстырамыз. Америкалықтардың сот әлемінде белгісіз адам өлігі анықталғанға дейін Джон Доун немесе Джейн Доун деп есім беріледі. Сонымен жігіт киноға аттанып жатты. Әкесі кете бер, істі өзім аяқтаймын дейді. Бірақ 2 жыл алдын анасы өлген соң әкесін жалғыз қалдырғысы келмейтін. Сөйтіп подполковник жігіт әкесімен қалып жұмысты аяқтауға қызын әрең көндіреді. Кейінгі кадрда мүрдеге қарап бір нәрсені байқап тұрған мысықты көрсетеді. Звереет день ото дня. Полицей өзінің болжамын айтады. Альварес забрался в дом Пола и Кэрол. Мое мнение, он убил неизвестную. Решил спрятать тело там, но не рассчитал, что Дагласы будут дома и что у Пола есть револьвер. Попытка взлома обернулась убийством, но вот ее объяснить не смогу. Сколько у нас? Отчет нужен к утру. Бірақ болжам дұрыс емес еді. Қыз көмілгенге ұқсамайтын. Нағыз көмілген мүрде осындай болады. Сонымен офицер кетеді. Ал судмедэксперттің бірінші этабы басталады. Мүрдеде көгеру, соғылу, жарақат, шырам деген мүлдем жоқ. В общем, тап-таза. Жігіт көзді ашып алғашқы түсініксіз нәрсені байқайды. Көз жанары өлімнен 3 күн өткен соң осындай болуы керек. Ал буыны 2-3 сағатта қатуы керек. Сонымен қатар корсет киген сияқты белі де өте жіңішке. Айта кетейік, корсет өткен ғасырдың басында ақ модадан қалған. Сонымен аяғы сынғанын да байқаймыз. Одан кейін ауыз ашып көреді. Сөйтсе тілін кесіп тастаған әкесі бірінші вариантын айтады. Говля людьми, близ Норфолка. 2 девочки, руки и ноги были связаны, чтобы не убежали, языки отрезаны, чтобы не шумели. Думаешь, это что-то связанное с проституцией? Не исключено. Баласы айғақтарды суретке түсіріп жатып, қыздың мұрнынан қан ағып жатқанын байқайды. Ол жерден шыбын шығып келеді. В общем, әкесі аузынан жіп тауып алады. Сонымен қатар жыныс мүшесінің де іші тілім боп кесілгенін байқайды. Осымен осмотрда аяқтамақшы болады. Қыз құл болған деген вариантпен, ал жігіт қызымен кездесуге асығып отқан. Осы кезде қорқынышты оқиғалар басталады.
ауа райы өзгереді, жарықтар өшіп жанады, радио өздігінен қосылады. Ал әкесі жұмысын жалғастырады. Қыз денесін кескен кезде қазір ғана өлген адамдікі сияқты қан сұйық боп ағады. Қанынан үлгі алып мұздатқышқа салады. Мұздатқыш бұзылып қалады, бірақ өздігінен емес, жаңағы қанның кесірінен. Өте жиіркенішті сәт. Кезек өкпеге келді. Қыздың өкпесі 100 жыл темекі шеккен адамдыкіндей қап-қара. Сонымен қатар күйіктің 3-ші сатысында өкпе осындай халде болады. Оның жүрегіне де қарасаңыз пышақ сұққан сияқты шырамдар бар. Мұндай шырам басқа органдарында да бар еді. Как бы она выглядела внешне с такими внутренними повреждениями? Она была бы изуродована до неузнаваемости. Бұл қалай болуы мүмкін деген сөзден кейін жарық өшіп жана бастайды. Әкесі бұл қызды ауыр, қорқынышты азапталудың жертвасы болған деп ойлайды. Баласы жарықты жөндеу үшін коридорға шығады. Жоғарыда тұрған айнадан тіке тұрған өлікті көреді. Вентиляциядан түсініксіз дауысты естиді. Ал әкесі мүрдені зерттеп жатып, қолын кесіп алады. Баласы вентиляцияны ашқан кезде шалажан мысығын көреді. Мысықтың өлуі анық, сондықтан әкесі оның азабын ұзаққа созбауды ұйғарады. Сөйтіп мойнын бұрап крематорийге салады. Сағат 21:45. Қан әлі сорғалап жатыр, ал мүрденің көзінде шыбын отыр. Остин бөлмеге кіріп келді. Сол кезде мұздатқыштардың бірінің есігі ашылғанын байқайды. Остин барып оны жауып қояды. Тексерудің 3-ші этабы басталады. Енді олар асқазанды ақтарады. Онда дурман атты гүлді тауып алады. Ол адамды салқылып қоятын қасиеті бар. Бірақ бұл аймақта өспейтін. Баласы жұмысты таңда жалғастырайық дейді. Әкесі көнбейді. Сонымен ары қарай ішінен шүберекті тауып алады. Оның ішінде тіс бар екен. Шүберекте түсініксіз оккультизмнің жазуларына ұқсас белгі бар еді. Сөйтіп ол тіс қыздыкі екенін де біледі. Осы кезде өздігінен радио қосылып, жарық өшіп жана бастайды. Сердце свое открой, впусти солнце свет. Радио ары қарай ән айта береді. Баласы Себастьян болайық деп қайта-қайта айтады, бірақ әкесі қыз терісінің арасынан бір нәрсе тауып алады. Теріні сылып көрсе, оккультизмге қатысты татулар бар екен. Осы кезде Вот это поворот. Мұздатқыш бос тұр. Әкесі ақыры дұрыс шешім қабылдайды. Олар бұл жерден кетпекші. Жарық жоқ, генератор қосылады, бірақ қуаты жетпейді. Қосымша шығу жолы құлаған ағашпен бөгелген. Мұндай фильмдердің бәрінде телефон істемей қалады. Оны айтпаса да білесіздер. Бірақ офисте домашний телефон бар екен. Департамент шерифа округа Харт. Нужна помощь, и срочно. Извините, не слышу. Позовите Бёрка. Бёрк? Шелдон, это Томми. Ты нужен здесь срочно. Томми, тебя плохо слышно. Пропадай. Шелдон, мы не можем выйти. Енді бұл телефонда істемейді. Сыртта өлік кеп есікті ашпақ болады. Есікке бөгет қояды. Әкесінің қолынан тағы қан кетеді. Ваннада оған белгісіз біреу шабуыл жасайды. Тағы да жарақаттанады. Әкесі оқиғалар мүрденің кесірінен екенін біліп, өлік тұрған бөлмеге барады. Оны өртемекші болады, есік құлтанып қалады, ал баласы ашпақшы болады. Бірақ ойынан тез қайтады. Сөйтіп Джейннің үстіне спирт қойып өртейді, бірақ ештеңе шықпайды. Керісінше Джейн өрт арқылы камерамен суреттерді құртады. Аяқ асты лифт істеп кетеді де, олар лифтке қарай жүгіреді, бірақ үлгермей қалады. Осы кезде оларға аяғында қоңыраушасы бар бір мүрде жүріп келеді. Лифт қайта оралғасын кіріп үлгереді. Лифт жоғары көтерілмей қалады. Өлік есік алдында келеді. Әкесі баласының балтасын алып, өлікті өлтіреді, бірақ ол жаңағы қыз болып шығады. Нет. Господи, нет. Нет. Остиннің қызы өлді, ал енді олар Джейннің құпиясын ашуы керек. Құпиясы ашылса көзін жоюы мүмкін. Ал Джейн сиқырдың күшімен пешті өртейді. Моргтың іші көк түтін. Осы кезде оларға мүрделер шабуыл жасайды. Әкесі мен баласы үйтіп-бүйтіп Джейнге дейін барады. Джейннің миын алып микроскоп арқылы көреді. Нифига. Вот почему мы не нашли причину смерти. Она еще жива.
жива. Осыдан кейін олар жаңағы шүберектің де құпиясын ашады. Онда Ливит 27 деген жазуды оқиды. Әкесі ол жазуды көрген кітапты ашып оқиды. Ал баласы шүберектегі Рим цифрларынан бірнеше ғасыр бұрынғы өлік екенін біледі. Сөйтіп асқазаннан шыққан гүлді де естеп, ол гүл солтүстік шығыста өсетінін біледі. Ол жақта жаңа Англия, Салим қаласы бар еді. Ол жақта баяғыда өлікті тірілткісі келген адамдар мыстан болып есептелген және оларды өлім жазасына кескен. Ал әкесі Салимде өлім жазасына кесілген қыздар айыпсыз болғанын, ол қыздарды қатты азаптаған соң олардың әруағы осындай кекшіл болып кеткен. Сөйтіп ол рухтар адамдарды азаптап өлтіруде, кек алуда деген болжам айтады. Барлығын түсінген әкесі мүрдеге мені ғана ал, қарсы болмаймын, бірақ ұлыма тиіспе дейді. Әкесі азаппен өледі, ал қыздың мүрдесі қайта қалпына келе бастайды. Сөйтіп жарықта жанып, жан-жақтың бәрі тынышталады. Содан кейін Остин полицеймен Араның дауысын естиді. Ол қосымша есікті ашпақшы болып жатыр еді. Открывай! Я не могу! Сердце свое открой, пусти солнце свет. Азанда полицей келеді. Мұнда не болғаны жайлы ештеңе болжай алмайды. Себебі бұл отбасыны баяғыдан танитын. Ол Джейннің мүрдесі қайта орнына келгесін, одан ештеңе күдіктенбейді. Сөйтіп полицей Джейннің мүрдесін басқа қаладағы моргқа жібереді. Бірақ жүргізушінің осы жердегі сөзін чөті түсінбедім. Милая, это ведь всего раз было. Да, я обещаю. Сөйтіп Джейн өзінің сүйікті музыкасын қояды. Бұл фильмнің жалғасы бар деген мағына білдірсе керек. So let the sun shine in, face it with a grin, smilers never lose. Айта кетейін, бұл фильм басынан соңғы сәтіне дейін интригада ұстайды. Жауыз кейіпкер орнынан бірде-бір рет қимылдамаса да, оның түрін бірнеше күн өткенге дейін ұмыта алмай, атмосферасы миыңызға орнап қалады. Жүйкесі әлсіздер жалғыз көрмегені дұрыс. Обзор ұнаған болса, лайк басып, пікір жазып, каналға тіркеле кетіңіздер. Веди себя хорошо. Никаких уроков. Смотри порнуху.